сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Кек, бірінші бөлім. Отбасымен көгалға шығып, тамаша табиғат аясында демалмақшы болғамын. Ауылымыздан алыстау ұзап, жайлы жер тауып, үлкендер ас әзірлеу қамына кірісіп, жас балақайлар ойын қызығына кірісіп кеткен болатын. Менің отбасымен бірге опер жігіт Жанаттың да отбасы бар еді. Жанат екеуміз кәуап әзірлігіне кірісіп, кепкен отын теріп, сай-салаға беттедік. Келген жеріміз кішігірім тоғайлы жер. Бұлақтан су ағып жатыр. Дөң жерден асып едік. Ескі қора бар екен. Сыртынан қарадық та, тапқан отындарды алып, өзіміз орналасқан жерге беттедік. Бала-шаға көңілді. Жұбайларымыз дастархан жайып, үйден даярлаған түрлі дәмдерін шығарып, әңгімелесіп отыр. Ереке, сіз демалыңыз. Ұлдармен өзіміз жасай береміз. Сіз мына тамаша табиғатта демалыңызшы, деп Жанат көлеңке жерге қалың көрпе жайып арқамнан қақты. Өзім де шаршағандай күйде едім. Көрпе үстіне шалқамнан жатып, кең тыныс алып демалдым. Жанат пен үлкен ұлым кәуап пісіруге кіріскен. Ән салған құстар дауысы, көңілденіп күле әңгімелескен келіншектер, сықылықтап ойнап жүгіріп жүрген балалар. Бұндай тамаша сәт бола бермейді. Мен рахаттанып ұйқыға кеткен екенмін. Ереке, Ереке, деп Жанат түртіп оятты. Басымды көтеріп, Жанаттың түріне қарадым. Ол үрейленіп тұр. Ереке, тұрыңызшы, деді. Мен орнымнан тұрып, жан-жағыма қарадым. Келіншектер балаларды жиыстырып, үрейленіп кеткен. Жанат дөң жаққа жүруімді өтінді. Балалар ойнап, тығылмақ болып барған екен. Шошып келді, деп тез жүріп барады. Мен қатты ұйықтап кеткен екенмін. Ұйқымды аша алмай, жағдайды түсіне алмай ілесіп келемін. Ескі қораның есік жағынан кірдім де тоқтап қалдым. Осы мен ұйықтап түс көріп жатырмын ба, деп бетімді шапалақтап, көрінген бейнеге тесіле қарадым. Төбесі жоқ ескі қораның дәл ортасындағы діңгекке сүйеулі отырған адам. Адамның басына целлофан қап кигізілген. Кеуде тұсында бірнеше жарақат, қаны сыртына шығып, киімі бұлғанған. Жақындап тамырын бастым, бірақ дененің баяғыда жаны шыққаны белгілі болды. Целлофаннан адам аузын ашып, көзі бақырайып қалғаны көрінді. Жанат қора есігінде тұр. Жәке, мен түс көріп тұрмын ба? Дедім өз көзіме сенбей. Ояусыз, Ереке, ояусыз, деді қабағын түйіп. Жігіттерді шақыр, отбасымыз үйге қайтсын, дедім салым суға кетіп. Бұлай демалмай-ақ қойдым, деп мәйіт жаққа қайта қарадым. Дененің кеуде тұсы көп жарақаттанған мен, мына жерде бір тамшы қан жоқ. Бұл дегеніміз мәйітті басқа жерден әкелген. Жерге қарадым. Есіктен дәл мәйіт қасына дейін үлкен өлшемді аяқ киімізі анық қалыпты. Дене жуан діңгекке сүйеніп отыр. Басы сәл шалқайған. Діңгектің тұсынан өтіп артқа салбыраған. Дене толығымен тірелген соң құламаған. Қолы артына байлаулы екен. Жан жағымды анықтап қарадым. Есік жақта қора жарына тақала бағанағы із қатар басылыпты. Анықтап қарадым. Жардың бетіндегі шаң сүртілген. Із терең. Бұл дегеніміз осы жерге әкелген адам сүйеніп отырған. Жерге мұқият қарадым. Иә, сосын үлкен адамдап шығып кеткен. Кірген ізден шыққан із жұқа түскен. Кірген іздің терең түскені, ол мына денені көтеріп кірген. Бірнеше күн бұрын күн жауып, мына қораның төбесі жоқ болған соң,
Жер ылғалданып, шаңы басылған. Адам ауыр жүкпен кіргенде ізі анық қалып тұр. Сыртқа шықтым. Менің отбасым, Жанаттың отбасымен бір көлікке отырып жатыр екен. Үлкен ұл кәуапты әзірлеген отты өшіріп, үстіне топырақ сеуіп, өшкенін мұқият қарап тұр екен. Мен жақындап едім. Сіз кәуаптан да жей алмадыңыз. Ана жерде піскені бар. Қалдырайын ба, деді көлікке қарай беттеп. Жоқ балам, керек емес. Үйге барғанда аулада пісіріп жеп, көңіл көтеріңдер дедім, басынан сипалап. Ереке, апорныйға хабар бердім. Үйге отбасымызды апарып қойып, жігіттермен келемін деп, Жанат асығыс көлігін оталдырды. Ұлым отырған соң ұзап кетті. Мен қора маңына қайта бардым. Мәйітті немен әкелді екен деп сырттан іздерді қарадым. Қора маңы жусан аралас, аласа жасыл шөп. Із аса көріне қоймайды. Сонда да көзім талғанша қара бір-екі жерден бағанағы іздің шеттері батқан жерлерді көрдім. Із жанында жіңішке дөңгелек ізі де түскен. Иә, бұл көлік емес. Бұл құрылыс қол арбасы. Болмаса балалар коляскасы ма, деп үңілдім. Шөптің үстін жапыра түскен ізде ауыр зат басылғаны анық. Бұл жер екі ауылға да жақын жер. Тіпті үш ауыл ортасы десек те болады. Сонымен із қай жақтан келген деген оймен жерге телміре қарап, қораның алдыңғы жағынан іздің жалғасын іздеп біраз алыстадым. Із көрінбейді. Қайта келіп батыс жағын қарадым. Біршама жерге дейін бардым. Көрінбеді. Жеткен жерімнен қораға бұрылып қарадым. Қора сайда қалды. Мүмкіндігінен сайға салмақпен тез түсіп, салмақ басылмай, қора маңына бірақ барған шығар деген ой келіп, дөң үстіне де көз жүгірттім. Жаншылған, тапталған шөптер жоқ. Сол дөңнен жан жағыма қарадым. Солтүстікте ауыл бар. Шығысқа қарай да ауыл болу керек. Оңтүстік жақта жоқ. Осы батыс жақта бар. Мәйітті қай ауылдан әкелді деп төмен түстім. Қораның есігі жағында аз көрінген ізді шамалай суреттеп, шығыс жақтан келуі мүмкін деп жобаладым. Шығыс беткейіне өтіп, тағы да жерге телміріп қарап келем. Міне, шөптер басылған. Мына жерде аяқ ізі де бар. Жалғастыр, ерлан. Қара деп жерді алақанымен сипалағандай тіміскілеп қарап келем. Мына бір жерде кішкене тасқа дөңгелек тіреліп, жер тереңделіп қазылғандай болып, сосын жанынан өтіпті. Сол жерде аздап қан тамшылары да бар екен. Аяқ ізі де жақсы түскен. Күшке салып итергені анық. Біраз ұзаған соң тағы да терең із көрінді. Мен қора маңынан біршама жер ұзап кетіппін. Басымды көтеріп қарасам, ауыл жақтан асығыс екі көлік келе жатыр. Біздің ауыл қораның батыс жағында еді. Мен асығыс қора жаққа жүгірдім. Бар ойым әрең көзге шалынып табылған іздерді келгендер таптамасын. Мүмкін мен байқамаған айғақтар, заттар бар шығар, деп қораның артқы жағынан өтіп, топырлап түсіп келе жатқан жігіттерге қолымды көтеріп тоқтаттым. Эксперт пен криминалист төмен түссін, қалғандарың тоса тұрыңдар. Шығыс беткейге жоламаңдар, анықтайтын жақ сол тұс, дедім. Криминалист, эксперт дос пен жас жігіт төмен түсіп қол берді. Жедел жәрдем де келіп тоқтады. Жанат оларға беттегенде, мен досты ертіп қораға қарай жүрдім. Мәйітті басқа жерден әкелген. Қора сыртында көрінер-көрінбес із бар, деп сырттан көрген іздерді көрсеттім. Көмекші жігіт фотоаппаратын шығарып реттеп, мен көрсеткен жерге бір қаратта қора сыртын шақылдатып түсіре бастады. Дос қора есігінен кіріп, мәйітке жақындады. Фотоаппарат тоқтаусыз шақылдауда.
жұмысыңды баста, мен өз шаруамды істеймін, дедім. Дос басын изеп мәйіттің бетін ашты. Целлофан қапты қайшымен кесіп шешті. Мен көз алмай қарап тұрмын. Өлі дене тап-таза киінген. Көкшіл жидесінің алды қан болғанмен жаңа сияқты. Қара классикалық шалбары да таза, қырланып үтіктелген. Шалбар да жаңа сияқты. Аяғында аяқ киімі жоқ. Жұқа қара шұлық. Бір аяғындағы шұлығы жартылай шешіліп, аяғының басына ілініп тұр. Қолы артына шүберекпен матап байланған. Аяғының тізесінің асты да біріктіріліп байланған. Ол да түсініксіз мата. Арқан емес, жіп емес, кәдімгі қызыл ала мата. Кеудеден аққан қан омырауын толық жауып, қызыл қоңырланып кеткен. Сол қол білегінде темір қол сағаты бар. Оң қолының ортаңғы саусағындағы үлкен сары түсті сақина. Шашы селдір сарғыш екен. Бет әлпетіне қарасам, қазақ емес. Бақырайған көзі көкпеңбек. Ашық аузынан 32 тісі толық көрініп тұр. Дос өз шаруасын атқарып, мұқият жұмысын жасап жатыр. Мен алдында көрген жардың түбіндегі ізге қайта қарадым. Фотографқа қарап едім. Жақсылап түсірдім, деді. Мына жарға сүйкенген, барынша анализ алыңдар. Шаш талшығы, киім талшығы қалуы мүмкін, деп едім. Криминалист жігіт қобдишадан саймандарын шығарды. Мен сыртқа шықтым да Жанатты шақырдым. Жәке, мына жерге мұқият қарашы. Көрдің бе? Дедім ізді көрсетіп. Ол басын изеді. Қол арба ма, коляска ма? Мүмкін құрылыс арбасы болар. Ана шығыс жақтан әкелген. Мен анау ағаш түбіне дейін бардым. Біраз жерден ізді көрдім. Сол жақты бақылауға алып, ізді жаяу жүріп, қай жерге дейін баратынын анықтаңдар. Жәке, мұқият бол. Жол бойы көзіңе ілінген зат болса, таса жіберме. Саған тапсырдым, дедім. Жанат басын изеп, ізге тағы бір рет қарап алды да, қасына 2 опер жігітті шақырып, шығыс жақ беткейге жерге қарай кетті. Ереке, мәйіт 1,5 тәулік бұрын қайтыс болған. Ажал целлофанға тұншыққаннан болды деп айта алмаймын. Кеудеде 13 жерден соғылған жарақат бар. Не соғылғанын зерттеген соң айтам. Тәжірибем бойынша қарапайым ас бөлмедегі пышақ болуы мүмкін. Мәйітті әкелгені анық. Өзің байқағаныңдай, бұл бейбақтың қаны өлтірген жерінде ағып біткен. Қолтаңба ізі жоқ. Тері май қалдықтары бар екен, алдым. Анықтаймын. Аяқ киімін өзі шешкен. Тоналмаған, тек құжаты жоқ. Жас шамасы 35-36. Ер адам екенін көріп тұрсың. Ұлты қазақ емес. Қалғанын зертханадан соң айтамын. Шалбарының қалтасында темекі болған екен. Қоқымы табылды. Темекі осы жерге келгенше болған. Себебі қорап мыжылып қоқымы түскен. Сосын оны әкелген адам алған ба? Мына жерде жоқ. Темекінің маркасын зерттеген соң айтамын. Ана жарға сүйкенген із маңында темекі күлі бар. Отырған адам темекі шеккен. Қора ішінен темекі қалдығы табылмады. Сыртта болуы мүмкін. Жігіттер іздесін, деді. Өзім де іздеймін, дедім. Темекі қалдығы маңызды, айғақ беретінін білем. Мәйітті алып кетейік, деді дос жоғарғы жаққа қол бұлғап. Әкете беріңіздер, дедім. 2 жігіт жүгіре басып келді де, қара қапты жерге төсеп, мәйітті жатқызды. 3-ші жігіт зембіл көтеріп, қастарына барғанда, 3-еуі мәйітті тез зембілге салды да, жоғары көтеріп алып кетті. Ереке, әкімшілікте кездесеміз деп достар жылдам дөңнен жоғары көтерілді.
Мен басымды изеп қалдым. Қораға қайта кіріп, дене отырған жерге үңілдім. Діңгек артында да тапталған сол із. Иә, тастай салмай, өзі сүйеп отырғызған. Неге отырғызды? Бұл қораға неге әкелді екен? Жол бойы талай сай-сала, қабақ, жар, өзен бар. Сол жерлерге неге тастай салмаған? 35-36 жасар, жап-жас. Сен бейбаққа не жетпеді екен? Кімнің жолын кескен екенсің? Тап-таза, жап-жаңа киініп алып, өлуге дайындалмағаның анық, деп қора ішін тағы тінтіп қарап шықты. Іздегенім темекі қалдыға. Сыртқа беттедім. Дөңнен учаскелік жігіттер келе жатыр. Амандасып алдым да, шығыс беткейде қайсыңның ауылың дедім. Орта жастан асқан салмақты Мұқан деген жігіт бір адым алдыға шықты да, қолын жоғары көтеріп: шығыста Ключи деген менің ауылым. Ауыл Востоктың бір бөлімі. Үлкен емес, 20-25 үй. Восток солтүстік жақта үлкен ауыл, 2000-ға жуық тұрғындар тұрады. Мен осы екі ауылға қараймын. Ключиден төмен Октябрь деген шағын ауыл бар. Ауыл деуге келмейді. Шошқа база орналасқан 10 шақты үй. Ол жерде маған қарайды, деді. Мұқан, мәйітті қарадың ба, дедім. Ол басын изеді. Таныдың ба? Ереке, бұрын көрмегем. Сендер не дейсіңдер, дедім екі участковый қарап. Қарадым, танымадым. Таныс емес деп біздің ауылдың учаскелік жігіті Абай айтты. Маған да таныс емес, бірақ оны бір жерден көрген сияқтымын, деді Восток ауылының учаскелік полицей жігіті Владимир. Жігіттер мәйіттің фотосын шығартып алып, іздеу салыңдар. Мұқан, менің ойымша денені Ключи жақтан әкелген сияқты. Сол ауылдың тұрғындарын жинастыр. Шағын жиналыс өткіземіз. Мен ауданға барып, керек құжаттарды әкелемін. 2 сағатта адамдар сұрақ жауап алуға не бар? Клуб па, мектеп пе, бір жерге жиналсын. Владимир, сен мәйітті қайдан көрдің? Есіңе түсір, деп көлігіме беттедім. Ауданға асығыс келіп, ішкі істер басқармасына тез барып, бастығыма баяндадым. Ай, Ізбасаров, адам сияқты демалада алмайсың ғой. Ол өлі денені тағы қайдан қазып алдың? Деді сілдене. Мен сонау сайдағы қораға сол өлі денені іздеп барғандай, ашуым келсе де үндемей тыңдап тұрмын. Түрімнен ашуым келгені көрініп қалды білем. Бастығым бетіме көз жүгіртті де: жарайды, ренжіме. Көптен демалыс алмай, демаламын деп кетіп едің. Енді не істейсің? Демалысыңды жалғастырасың ба, әлде жұмысқа кірісесің бе? Деді ойлы көзбен. Істі Тастанбеков Оразға беріңіз. Мен демалысымды жалғастырамын, дедім. Тастанбеков? Жоқ, өзің зертте. Тастанбеков алдыңғы ісін жаба алмай жүр. Өзің, деді қабағын түйіп. Басеке, мен 4 жыл дегенде шыққан демалысым ғой, деп едім. Маған не дейсің? Мен бе саған өлік жатқан жерге бар деген? Өзің таптың, өзің шеш, деді сөзімді бөле. Қаты дауыспен есікті меңзеп, бар деген білдірді. Ашуым келсе де бастығыма қарсы келе алмайтыным белгілі. Сәл ойландым да. Істі аша салып демалысқа шығам. Сол кезде шетелге демалуға кетемін, дедім. Бастығым кеудесі селкілдеп күліп алды да, орнынан тұрып: алдымен істі аш. Адам өлімі деген іс қозғадық. Енді Қаскөйді анықта. Іс жабылған соң қайда барсаң да демалатын бол, деді жадыраған түрмен. Мен сәл де болса ашуым басылып, есікке беттедім. Әдеттегінше криминалистика бөліміне бардым. Достың бөлмесіне жақындап есігін тартсам, жабық екен. Оның зертханада екенін ұғып, сол жерге бардым. Мен зертхана есігіне жақындағанда, іс жақтан жас сараптамашы Айсұлу шықты да: дос ағай,
мәйітханада деді. Рахмет деп мәйітхана келесі есікке еді, кіріп бардым. Дос көзілдірігінің үстінен ойлана қарап, істі өзің алдың ба, деді. Алайын деп алмадым. Мойныма өзің таптың, өзің шеш деп ілді, дедім. Дос миығынан езу тартқандай болып, артқы жағында жатқан қаннан тазартылған өлі денеге бұрылды. Бағана пышақ 13 рет соғылды деп едім. Тағы 5 рет терең соғылмаған жарақаттар бар. Бәрін қосқанда 18 рет соғылған. Соғылған зат қарапайым асхана пышағы болуы мүмкін. Бірінші пышақтың соққысы төстің үстіне тиген. Батыра алмай тез суырған. Сосын бірер секундтан кейін ыза болып, ұрғылай бергендей. Сұққан адам қорыққан. Адамның өлгенін сезбей сұға берген. Қара, жарақат қалай болса солай. Қай жер болса сол жеріне тығылған. Пышақ тыққан адам қара күш иесі емес. Күші бар болса да, сол күш әр пышақ тығылғанда жұмсалмаған. Терең тығылмай тез суырылғаны да бар. Әйтеуір өлтіремін деп қорқып тұрып сұққан ба, әлде ыза болып тықыштай бергендей. Мәйіт өлер алдында жақсылап тамақтанған. Аздап ащы судан да ұрттаған. Басына жеңіл соққы тиген. Сол кезде есінен танған. Қолы өлмей тұрып байланған. Целлофан да өлмей тұрып басына келген. Ажал алдында есі жиылып, аздап күресу әрекетін жасаған. Байлаған матаға қолы үйкелген. Ол ауа жетпей қиналғандағы арпалыс еді. Соғылған пышақ 18 рет болса да, жарақаттары өлім әкелмес еді. Себебі жүрек жанынан асқазанға жетпей, әйтеуір кеуде тұсын тескілеген. Нақты жанын шығарып алар соққы болмаған. Егер жаны болып ота жасалса, бұл жарақаттардан аман қалар еді. Бұрын адамға пышақ сұқпаған қол, адам тұрмақ, мал бауыздамаған жан қорыққан, дірілдеп, тайғанақтап тілінген. Міне, қабырға тұсы сүйекке тигенде төмен сырғып тіліп суырылған, ал кейбір жері қорыққаннан қаттырақ соғылған. Бұл бейбақ кім болса да біреудің кегі бар жан сияқты. Өш алғанда өлсін деп пышақ 18 мәрте соғылған. Сөйте тұра ажал келді, ал ажал қансырағаннан келді. Қанша дегенмен тамырлар кесілді. Ішке де сыртқа да қан көп кеткен. Ұзақ өле алмай тұншығып қиналған. Тағы не айтам? Ота жасалмаған. Тісін жақында жасатқан. Жақсы қымбат тіс дәрігеріне барған. Қолтаңба тері ДНК салынды. Киімін әлі зерттемедім. Құжаты жоқ. Жасы 35-36 шамасында, деді қабағын көтеріп. Жақсы, толығырақ кешке дайын болар. Әлбетте. Кешке кездескенше, деп тез кеңседен шығып, Ключи ауылына беттедім. Мен келе жатып жолды анықтап алып, тура адамдар жиналған мекемеге бардым. Шағын мектеп екен. 20-25 шақты кәрі жас аралас адамдар екен. Учаскелік мұқан жиналыс ашып, мәйіттің фотосуретін көрсетіп, кім таниды, кімнің туысы, кімге келген адам, деді. Ауыл тұрғындарының тең жартысы орыс ұлт екен. Учаскелік жігіт орысша, қазақша араластырып сөйледі. Тұрғындар фотоны кезек-кезек қарап, бастарын шайқап отыр. Келгендер кілең ер адамдар екен. Мен Мұқанға қарап, бұл ауылдың әйелдері қайда, дедім. Мұқан сәл ойланып, әйелдер керек емес екен деп ойлап, деп тоқтап қалды. Мен орнымнан тұрдым да. Мен тергеуші Ізбасаров боламын. Адам өлімі деген іс қозғалып, мен сол істі басқарамын. Мәйітті осы ауылдан шығарып, соны 2 сай ары ескі қораға апарып отырғызып кеткен. Дене осы ауылда өлтірілді. Қан осы ауылда төгілді. Біз әр үйді тіміскілеп, зерттеуге тиіспіз. Міне, ауданның рұқсат қағазымыз бар. Сосын әйел азаматшылар да сұраққа алынады.
Шағын ауыл болғандықтан барлық үйді қараймыз. Барша тұрғындармен сұхбаттасамыз дедім. Өлі денені дәл біздің ауылдан барғанын қайдан білдіңдер? Деді бір ақсақал. Мұқан маған қарады. Мен көпшілікке қарап, кәсіби зерттеу ақсақал. Біз жұмыс жасап жүрміз, дедім. Ақсақал басын изеді. Мен көпшіліктің тұруын өтіндім. Менің ойымша, денесі ірі адам мәйітті апарған. Түскен із үлкен аяқ киім ізі еді. Көпшілік орындарынан тұрды. 45 өлшем киетін адам болу керек. 7 адам сол өлшемдегі аяқ киім киеді екен. Бақандай 7 адам. Екеуі 80-85-тегі кәрі кісілер екен. Денелері ірі, екеуі де орыс ұлтынан. Бірақ тым қартайып, күш қуаттары кеткен адамдар. Келесі үшеуі орта жастағы 50-45-40 аралығындағы азаматтар. Үшеуінің де күш қуаты бар, мықты. Екеуі қазақ, біреуі орыс еді. Сосын 16-17 жасар жас жігіттер. Бұлары да шымыр, тепсе темір үзетін жандар. 7 азаматты жеке бөлмеге апарып, аяқ киімдерін тексеруге алды. Дос жіберген эксперт жігіт әр аяқ киімді жеке тексеріп, табанын зерттеп, топырақ, балшық, шөп, тіпті боқ қалдықтарына дейін сараптама алды. Қазірше күдікті жоқ. Аяқ киімнің табан ізін де фотоға түсірді. Осы 7 адамның үйіндегі аяқ киімдері де зерттеуге алынатыны айтылып, сол адамдармен учаскелік жігіт, тағы да опер жігіттер бірге кетті. Бізде тек сол ізден басқа ештеңе жоқ. Ключи деген ауылда 26 тұрғын үй, 4 жылдық шағын мектеп қана бар екен. Біз сол мектепте отырмыз. Шағын үй ретінде салынған мекеме екен. Қысқа дәліз, 4 бөлме, әр бөлмеде 4 партадан шағын тақта, мұғалима орны, артқы жақта киім ілгіш. Әр бөлмеде бір кең терезе. Дәліздің дәл төрінде біз отырған кең бөлме. Бөлме орындыққа толы. Ауылда қандайда бір іс-шара болса, осында жиналатын көрінеді. Безендіріліп, терезеге перде тағылған. Бөлмеге 50-ге жуық адам еркін сияды. Қаз қарайып мал өрістен қайтатын уақыт болған соң, адамдар тарқай басады. Құрметті азаматтар, ертең сағат 9-дан бастап, осы жерге ауылдың әйел қауымы келсін. Таңертеңнен бастап жігіттер тінту жұмыстарын жалғастырады дедім. Жиналыс басталғанда Жанат жігіттермен ауылды тінту жұмысын бастап та кеткен болатын. Қаз қарайған соң, ертеңге қалырдық. Ауыл адамдары бастарын изеп, асығыс мекемеден шығып кетті. Ойым, қай үйде өлтірілді екен, қан қайсы үйде төгілді екен деп, ауылдағы үй арасымен келе жатырмын. Ауыл біртүрлі, көше жоқ, әркім өз қалауынша қоршап, қалаған жерге үй салғандай. Малдары маңырап, сиырлары мөңіреп, өз қораларына бара жатыр. Үй арасы алыстау. Қоршау бар болғанмен, қоршау болған шыбықтар. Арасын жиі етіп, тірей тұрғызып қоя берген. Биіктігі 1-1,5 метрдей. Ауыл тұрғындарының барлығы деуге болады, малмен айналысатын сияқты. Қораларға кіріп жатқан малдың саны көп, әр аулаға 6-7 бас сиыр, 30-40 қой, ешкі, жылқы да бар. Орыс ұлты көп болса да жылқы ұстайды екен. Қорсылдаған шошқа көрінбейді. Жаз болғандықтан әр аулада жайқалып тұрған гүлдер мен бау-бақшаны күндіз байқағам. Учаскелік жігіт Мұқан қасыма келіп: Ереке, бұл ауыл адамдары еңбекқор, тыныш, адал жандар. Сол мәйіттің осы жақтан шыққанына таң қалып жүрмін, деді. Бауырым, Жанаттың мұқият қарап, ізбен дәл осы ауылға жеткені анық. Енді қылмыс болған үйді тапсақ, бұл шимай шешіледі.
Жанат ауылдың шетіне келгенше көз жазбай ізбен келген. Ауылға кірген соң адасқан. Мал ізді таптап өшіріпті. Иә, Жәкең бағана соңғы із түскен жерді көрсетіп, біз 3 сағат ауыл арасын лупамен қарағандай қарадық. Із үзілді. Сол маңдағы үйлерді қарадық. Мұқан, сен таң атқанша көз ілмей, ауылдан шыққан адамды бақыла. Мен мықты деген жігіттерге хабар бергенмін. Олар да қазір келіп, ешкімге көрінбей бақылауда отырады. Кімде болса қашқысы, болмаса жасырынғысы келсе, осы түнде әрекет жасайды. Сен соны бақыла, жіберіп алма. Мен ауданға барам, дедім. Мұқан басын изеді. Сосын бүгінгі келген тұрғындардың бары сол ма? Келмей қалған біреулер бар ма, дедім. Мұқан сәл ойланып тұрды да, бақташы, сосын жүк көлігі бар Вася ағай, сосын Тимур деген жігіт болу керек. Солары болмады. Бақташы мал бақты, ал Вася қайда екен? Вася ағай жұмыстармен жол жүріп кеткеніне 4-ші күн екен. Ал Тимур қайда екен? Тимур 17 жасар жігіт. Мектепті биыл бітірген. Анасы оның қайда екен білмейді екен. Қалай білмейді? Қашаннан бері жоқ екен. 2 күн болыпты. Неге іздеу салмаған? Мен де соны сұрадым. Анасы, ой, ол сондай бала. Апталап жоқ болып, талай іздеу салып тентірегем. Сосын ол өзі келеді. Сондықтан іздемедім, дейді. Бұл ауылдың тұрғындары балалары 4 жылдық мектепті аяқтаған соң, ауданға болмаса көрші ауылға мектепке береді. Ауданға бергендердің кейбіреуі интернатта жатады. Кейбіреулері туыстарына болмаса досының үйіне тұрғызады. Оқып жүр деп іздемейді. Үйреніп кеткен деп баласын іздемеген ананың әрекетін түсіндірді. Мұқан, сонда да сен баланы зертте. Кіммен дос? Не шаруа істейді? Ауылдан қашан кетті? Сосын осы түні оның да үйін бақыла. Қасыңа дос, жолдас деген көмекші қос, дедім. Мұқан ойлы көзбен басын изеп қалды. Мен ауданға жол тарттым. Алдымен өзіміздің бекініс пунктімізге келдім. Учаскелік жігіт Владимир керегеді. Бекініс орталығына келгенде алдымнан Владимирдің өзі шықты. Сонымен Володя, мәйітті қайдан көргенің есіңе түсті ме, дедім. Ереке түспеді. Мен біреуге ұқсаттым ба? Кімге ұқсатуы мүмкін? Соны ойлап таба алмадым. Жүрші менімен мәйітханаға. Тағы бір рет қара. Мүмкін сол кезде есіңе түсер, дедім. Владимир мәйітханаға барғысы келмегенін түрімен білірсе де, амалы жоқ, басы салбырап көлігіме беттеді. Көлікке қатарласа отырдық. Оның көңілсіз күйін жинақтайын деп. Бұл ауылға неше жыл болды келгеніңе, дедім. Ол ойланбастан басын көтеріп, көлік терезесінен сыртқа қарап. Қазан айында 3 жыл болады, деді даусы батыл шығып. Біраз бопсың ғой. Тұрғындарды жатқа білетін шығарсың. Жатқа білмеймін. Тек көзге түсе беретінде болмаса. Ауыл үлкен, 2000-ға жуық тұрғын бар. 2 участковой қойылған. Мұқан екеуміз бірге келгенбіз. Мен Восток ауылына тікелей тіркелгенмін. Учаскелік полицей болдым. Мұқан да бірге. Бірақ ол Ключи, Октябрь шақтарға тікелей бақылаушы. Ауылымыз тыныш. Енді ұрлық, төбелес, отбасылық кекілжің болады. Ал адам өлімі мен келгелі бері болып көрген емес, деп көзіме қарады. Солай. Ауыл үлкен. Бұл мәйіт тұрғын ба, әлде қонақ па? 1-ші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.